Бұл Дінмұхаммед Қонаев атамыздың жеке көлігі, өзінің 1992 жылы Байқошқаров Жанат Берденұлы деген кісі сыйлаған екен Қонаев атамызға. Жалғыз жеке көлік екен, өзінің атына тіркелген Қонаев атамыздың. Қазір көліктің жағдайын көрсететін боламын сіздерге. Өте жақсы жағдайда сақталған көлік. Ешқандай сызылған, сырылған жерлері жоқ. Керемет жағдайда сақталған екен. Көліктің ішкі көрінісін көрсетемін қазір сіздерге. Міне, қызыл салонда, іші де өте жақсы жағдайда. Қазір артқы көрінісін көрсетемін сіздерге. Қараңыздар. Көлік өте керемет жағдайда. Дөңгелектеріне дейін жақсы сақталған екен. Мұхан Төлебаев 117 адресінен келіп көре аласыздар. Бұл жерде Қонаев атамыздың музейі, Қонаев атамыздың жеке пәтері орналасқан. Бұл жерде Қонаев атамыздың пайдаланған заттар екен. Қараңыздар. Отырған орындығы Қонаев атамыздың. Алған медальдар екен. Өте көп, қарап отырсаңыздар. Өзінің суреттері, жақта пайдаланған заттары Қонаев атамыздың. Қонаев атамыздың ескерткіші. Бұл жерде өзінің қолтаңбасы, өзінің жазған парақтары сақталған екен. Қонаев атамыздың жеке пәтеріне келіп жатырмыз. Қазір сіздерге түсіретін боламын. Сәрсенбі және сенбі күндері жұмыс жасайды екен. Есік ашылды. Әли жүр. Мына жердің иісі өте ерекше. Көне иіс шығып тұр. Қонаев атамыздың картиналары мына жерде. Арнайы аяққа бақила киіп кіру керек екен. Қазір кіріп көрсететін боламын пәтерін. Жатыр мына жерде. Мынау Бөгенбай батыр көшесі. Адамдар қараңыздар, былай айналып өтіп жатыр. Мына жердің бәрі жабық. Музыка қойып, билетіп адамдардың бәрі. Қонаев атамыздың музейіне келгенбіз. Сырттағы жәдігерлерді көрейін деп ақпарат алып жатсақ, мына музыка қатты кедергі болды да бізге. Ештеңені естігізбей. Қазірге көріп жатырмын. Музыканы қатты бақырып қойып тастаған мына жерде. Адамдар өте алмай жатыр мына жерден. Айналып өтіп жатыр барлығы. Қазір жүзеге хабарласып білетін боламыз. Қаншалықты заңда, қаншалықты дұрыс екенін. Сіз полицияға қоңырау шалдыңыз, жерде қалыңыз. Сізге міндетті түрде жауап береді. Сол іс-шара халыққа кедергісін жасап жатыр ғой. Адамдар жолдан өте алмай жатыр. Пешеходты жауып тастаған. Халық көлік жүретін жолмен жүруге мәжбүр болып тұр да. Және дыбысы қатты шығып жатыр музыканың. Бөгенбай батыр қанша? 117. Жақсы қабылданды, күтіңіз. Жақсы күтеміз. Қазір ұйымдастырушылар кісіні шақырды. Здесь неудобно на проходе стоять? Да. Пойдем сюда, туда сядем. Там можно пройти, ну там просто толпа. А что можно пройти? Возможно, коляска пройдет. Почему закрыли дорогу? Закрыли дорогу и с сигаретами стоит. Все стоят на улице.
Да, видео есть, фиксация есть у нас. Но те люди, которые бросают свои машины, я за них не отвечаю на дороге, вы что прекрасно понимаете. Почему собрали? У нас официально Нет, открытие. у нас и внутри, и снаружи просто играем музыку. Снаружи скрытие. Здесь музей есть, Конаева музей есть. Да, я знаю. Вы приехали сюда, хотели посмотреть, но мешает эта музыка. Ну, шумно. Вот мой. Нет, могу я сейчас выключить. Хорошо? И вот это все они внутри. И кто бросает, составляем протокол. Постойте, вы не... Хорошо, чуть громкость чуть сбавим. Мы все равно вот здесь проход оставили. Там просто... Так, быстренько, как настроение? Мы не ожидали, что будет так много людей. Это самое главное. Очень шумно у вас, знаете, нарушаете. Сколько децибела показываете, знаете. Вот проходите дорогу, закрыли. Могу всех штрафовать сейчас. Ребята заканчивают, пойдемте, отойдем. Вы все музыку же выключили. Пойдемте. Они уже выключили. Музыканы сөндірдік. То есть мы согласовали, что у нас Ну открытие что, ресторана. Это сворачивай. открытие ресторана с Ахиматом. Из Бедеусского района, Айдос его зовут. Нарушение благоустройства города Алматы. Здесь сейчас перемен. Друзья, мы не расходимся, знаете. Нарушение шума самое. Мы просто отдыхаем, а что? В тишине, пока да, стоим, общаемся. Есть вопросы вообще к ребятам? Какой следующий город там? Мен мына кісілерді мысалы өте алмайды қазір. Қанша адам келіп тұр да міне. Коляскасымен жолмен өтіп жатыр адамдар. Мына жерден өте алмайды. Қаланың ортасы ғой бұл жер. Ол жауға болмайды ешкім, құқы жоқ қой. Столдарын қойып тастаған. Қинау өздері. Предупредили. Жақсы. Көмегім керек па сіздерге басқа? Люба, мы здесь. Жақсы, сау болыңыздар. Міне өздеріңіз көргендей концерт аяқталды мына жақта. Тынышталды барлығы. Олай дұрыс емес қой, қаланың ортасында білгендерін істеу. Ана жерде темекілерін тастап жатыр қаншамасы. Коляскамен өте алмай, жолдан өтуге мәжбүр болып жатыр да. Пешеходтан өте алмай, тротуармен жолдан өтіп жатыр адамдар. Қауіпті жағдай тудырып жатыр да. Одан бөлек қаншама адамдар, үлкен кісілер өте алмай жатыр. Сол себепті шақырдық. Және музыканың дауысы қатты қойылғандықтан біз жаңа Қонаев музейінде сыртындағы жәдігерлерден ақпарат беріп жатыр ғой жәдігерлерден. Сол ақпаратты тыңдай алмадық. Сол себепті келіп 102-ні шақырып, міне 102 өз іс-шараларын қолданды. Рахмет айтамыз уақытта келіп іс-шараларын қолданғанына. Сіздер де бұндай бейберекет жағдайға бейжай қарамаңыздар. Құзырлы органдарға хабарласыңыздар. Халықтың мазасын алуға ешкімнің құқығы жоқ. Сол айтайын деген.